Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Менің есімім Әдемі. Осы Шымкент қаласының жергілікті тұрғылықты адаммын. Отбасымда жетеуміз, жолдасым бар, 5 ұлым бар. Үлкен ұлым Астанада опер болып істейді, МВД академияны бітірген. Екінші ұлым фельдшер болып істейді, скорыйда істейді, жедел жәрдемде. Одан кейінгі ұлым 10-шы сыныбында оқиды. 4-ші ұлым мектепте 7-ші сынып. Кішкентай ұлым 1-ші сыныпта оқиды. Осы жеке кәсіпкерміз. Жолдасым да, өзімде есігіміздің алдында дүкен бар. Дүкенде өзім істеймін. Жолдасымның етпен айналысады, мясник. Бізде денсаулығымыз жақсы. Күйеуімнің шамалы асқазаны ауырып жүрді. Кейін мизим форте дегенді көп жетін тұғын. Сонысын ламифаринді рекламадан көрдік та, соны ішіп көрейік деген немен не қылдық. Менің давлением былтырдан бастап көтеріледі, түсіп кетеді. Солай давление пайда болды. Солғанда ішіп көрейік дедік дағыным. Сонымен ламифарин алдық. Қосымша күйеуімнің анасы, ол да жаңағы инсульт алған, 5 мәрте инсульт алған, жүре алмай қалды, сөйлей алмай қалды. Барлығын больницаға жатқызып, неғып жүрдік. Сонымен қосымша ламифаринді алып бердік. Біз 36 бутылкасын алып, осы уақытқа дейін 36 бутылкасын қолдандық. Оның ішінде мен 4-еуін алып іштім. Жаңағы 3-ші ұлым бетіне маска жасап жүрді. Жаңа проходной возрастта болған соң ба, бетіне шамалы угры шығып, не қылғанда бетіне маска жасап жүрді. Сонысын основной жаңағы апамыз ішті. Основной апамыз, енеміз, яғни ішті. Ол кісі 3 ай сайын больницаға жататын тұғын. 3 ай сайын емделіп тұрмаса, кәдімгідей давлениесі көтеріліп, көп мазасыз болатын. Сол ламифарин ішкелі больницаға жатқан жоқ. Уже 1,5 жыл болды, больницаға жатпады. Ламифарин ішті, коронавирусте де ауырмады. Жағдайы жақсы болды, иммунитеті жоғары болып, қазір денсаулығы жақсы. Шамалы жүрісінде не қалды, бірақ жүре алмайды онша. Көп жүре алмайды, бір 5-6 метр туалетке барып келеді. Ал былайынша жүре алмай жатады, көп жатады. Бірақ ламифаринді үзбей 21 или 20 бутылкасын ішті. Несі, аппетиті жақсы. Любой тамақты ішті. Давлениесі болып инсульт алғанмен тамақ таңдамайтын болды. Ламифарин асқазанында, жаңағы гинекологический женский жағында барлығын емдеді деп ойлаймын. Өйткені көп ауыратын еді, гинеколог жағынан да ше. Ол да ауырмай жүр қазір, жақсы. Кейін жаңа бауыры, барлығын, бауырында тас болып операция болған. Бірақ тамақты көп күтетін еді. Диетамен ішіп сөйтетін еді. Қазір күтпейді. Жақсы ішеді тамақты. Барлығы ламифариннің арқасында шығар деп ойлаймын. Балам, күйеуім асқазаны ауырып ішіп жүрді. Қазір мезим ішпейді. Ол да 1-еуін ба, 2-еуін ба тауысып асқазанына таңертең ғана 1 мезгіл ішіп жүрді. Жақсы болып қалды. Ол өзінің басқа денсаулығы жақсы еді, тек асқазан еді. Сол асқазаны қойды. Балам тек бетіне маска жасады, ол ішпеді. Оның да несі маскадан беті әдем болып қалды. Ламифарин өзіміздің отбасымызға ұнады. Жалпы денсаулықты түзейді екен. Табиғи өнім деп өз басым соған қызықтым. Күйеуімде мысалға таблеткалар неше бір неден істелгенмен химиясы бар деп ойлаймын да.
бір жеріңе ұнаса, бір жеріңе ұналмайды организмде. А бұл табиғи өнім болған соң біз ламифаринді жақсы іштік. Бізге көмектесті.